Кризиске дайын бол. Фрэнк Портной деген кісі бар, білесің бе? Бұрынғы дериватив сатушы Уолл-стритта. Соның кітабы бар. Кітап емес, мақала болу керек. Fiasco, Blood in the Water on the Wall Street деп келеді. Ол жерде айтады, анау CDO деген кепілдендірілген қарыздық міндеттемелер ғой. Ал ол жерде CLO деген ол collateralized loan obligations, ол кепілдендірілген несиелік облигациялар, қарыздар. Ақшалай қарыздар, да? Ақшалай қарыздар. Қазақстанда да сол, ақш-та да сол, әлем бойынша сол. Қазақстандағы әр адам Каспийден қарыз алған шығар сол. Иә, сен өзің айтып тұрсың ғой. Мысалы, анау таксиге отырсаң да Каспий аресте деп әйелін қойып алады деген сияқты бар ғой адамдар. Иә, бар. Ол деген сөз Қазақстанда болсын, әлемде болсын, арты қайтарымсыз несиелер көп беріліп жатыр. Ол бізде олғандай ісіп жарылатын дүние болып тұр да. Соған келе жатқан сияқты. Кіріске қарамай, адамның кірісіне қарамай несие беріп тұрмын, сонда асырып. Иә. Бана кісі өз сол еңбегінде сол туралы жазады. Үлкен жарылыс болады деп ше. Ана ипотекалық дағдарысқа қарағанда қиынырақ деп ше.